Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәл осындай той бастарды жасайтын боламыз. Бұл ең оңай жасалынатын той бастарларының бірі деп айтсақ болады. Жалпы сіз қайшымен жұмыс жасауды ұнатпайтын болсаңыз да, той бастар жасау оп-оңай, оны тіпті сіз де істей аласыз. Ал егер осындай сынды дайын шаблондарды қайдан аламыз десеңіздер, осы видеоның описаниесіне өтсеңіздер болады. Бұл бізге заказ. Маған барлығы 20 штук осындай банбанеркеге заказ берді. Қазір сіздермен бірге жинайтын боламыз. Шаблонды жинамас бұрын сіздермен кешегі қызықты бөлісейін. Менің дәл бұл шаблонды жинаған видеом алдыңғы сабақтарда бар. Кеше осылай видео түсіріп болып терезенің алдына қоя қойып едім. Сөйтсем жолдасым жұмыстан келді, маған iPhone сыйлаватсың ба деп күліп жатыр да. Оның жақын күндері туған күні өтіп кеткен. Солай алдам қалды. Сосын ұстатты, мына қатты ұқсайды екен деп күліп жатыр. Міне сіздер де дәл осылай достарыңызды алдасаңыздар болады. Ал енді біз өзіміздің шаблонымызды құюға кірісейік. Әдеттегідей сызықтың бойымен шаблонды толықтай қиып шығамыз. Қиып болғаннан кейін 4 жағын ішке қарата майыстырып бүктейтін боламыз. Бүктегенде тіке қылып бүктеу өте маңызды. Бүктеп болғаннан кейін қазір енді жинайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ірі қолмен ортасынан тесіп аламыз. Біз бұл банбанеркеге ешқандай скотч қолданбаймыз, ешқандай клейлемейміз. Қазір енді осы лентамен 4 жағын бір-бірімен өткізіп біріктіретін боламыз. Сіздерге байлаудан қазір екі түрін көрсетемін. Бірінші осылай ешқайсысын бір-бірімен жалғамай, ең соңында ғана жалғаймыз. Ал екінші осы екі жағын өткізіп болғаннан кейін бір байлаймыз, содан кейін екі жағын өткізіп, ең соңында біріктіріп, осылай бантик қылып байлайтын боламыз. Сізге қайсысы ұнады, соны пайдалансаңыз болады. Егер менің видеом сізге пайдалы болса, ұнаған болса, онда менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.